Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Аман есен ба? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жұмыстамын. Маған приемға уже бірнеше пациент келіп жатыр. Әсіресе сколиоз бойынша. Оқушы 12 жасар, 13 жасар, 14 жасар, 15 жасар флюраға түседі, флюрадан омыртқасы қисайғанын байқайды. Сөйтіп ата-анасына айтады, ата-анасы шырылдап не істейді? Травматологқа, хирургтарға апарады, операция деп айтады. Операция өте ауыр, ол соңғы емнің соңғы жолы. Операциядан кейін өте қатты күтім керек, операциядан кейін отыруға болмайды, 6 ай, сонда ерекше бір күтім керек. Сондықтан шамалы жауырыны бүкірейіп, арқасы сізге ұнамай жүрсе, балаңызда, қызыңызда міндетті түрде остеопатқа алып келіңіз. Кеш болып қалмасын. Кейбіреулерге егер балаңызға ұнамай жүр, арқасы, бүкірлігі ұнамай жүр, тек бүкіреген деп мысалы келіп жатыр. Бірақ ол тек бүкіреген емес. Ол жерде кәдімгі S-образный сколиоз анықталып жатыр. Сондықтан консервативный лечение деп айтады, яғни массажбен, остеопат сеансымен, жаттығулармен жасайтын. Соның сколиоздың градусын, яғни мынау қаншалықты бұрылды, қаншалықты майысты, соның градусын төмендетуге болады. Яғни екінші дәрежедегіні 1-ге түсіруге болады, 3-тегіні 2-ге түсіруге болады деген сияқты жағдайын жақсартуға болады. Әсіресе 8 жас пен 13 жас критикалық аймақ, яғни сондай бір қауіпті уақыт, сол уақытты әсіресе қыз балалар, ер балалар тез өседі. Соны уақытында қаратыңыздар, остеопатқа алып келіңіз. Сколиоздың қандай белгілері болады? Арқасына қарап тік тұрғызыңыз, бәрін шешіндіріңіз, тік тұрғызыңыз. Бос тұр деп айтасыз, бос тұрғанда иығы екінші иығынан жоғары. Бір қолы екіншісінен қысқа, жауырыны екіншісінен екі түрлі жауырына, немесе бір жауырыны шығып кеткен. Сондай белгілер болған кезде міндетті түрде дабыл, ол уже қызыл флаг, дабыл болу керек. Сол кезде міндетті түрде мамандарға көрсетіңіздер. Жалпы алдағы уақытта демалыс келе жатыр, мектеп демалысы, сол мектеп демалысында балаларыңызды, оқушы балаларыңызды әсіресе 8 жас, 9 жас, 10, 12 жас, сол подростық аймақта, сол уақытта балдарда тез өзгеріс пайда болады. Егер аяғында өзгеріс бар, вальгусы бар, аяғында майтабаны бар бала міндетті түрде осанка өзгереді, ол уақытылы емделмегеннен кейін.